Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін YouTube арнамда өте керемет торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тортты бізге бала кезімізде анашым пісіріп беретін, және де сол кездегі хит торт десем де болады. Құрамына келетін болсақ, өте қолжетімді продуктлардан тұрады, яғни ингредиенттері құрамындағы өте қолжетімді. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта осының рецептін жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге ерітілген май керек. Оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырып аламыз. Құрамына кіретін ингредиенттардың қанша грамм екенін төменде описаниеда жазып кетем, достар. Содан қарап аласыздар. Егер де рецептім ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып кетуге болады. Май мен қантты жақсылап араластырып болғасын, үстіне жұмыртқаны саламыз да, тағы да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Видеодағыдай. Міне біздер қантты ергенше араластырдық. Ендігі кезекте бір кесе айранға бір шай қасық разрыхлитель немесе сода қосамыз. Міне видеода көріп тұрғандай, екеуін қосқан кезде реакция жүреді, яғни біздің айранымыз көбейеді, көлемі ұлғайып, көпіре бастайды. Осы екеуін осылай көпіртеміз де, жаңағы массамызға құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Құрамы өте қарапайым, достар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бөліп ұнымызды салып тесто жасаймыз. Біздерде қолға жабыспайтын керемет тесто пайда болды, яғни қамыр. Оны 5-10 минутқа атлюшкеге қойып қоямыз. Достар, негізі кез келген пирог болсын, торт болсын, осы тестаны атлюшкеге қоятын болсаңыз, өте жұмсақ, керемет, эластичный, послушный дейді ғой, тесто сондай болады. Қолға жабыспайтын, сондай жақсы болады. Сондықтан кез келген тестаны осылай 5-10 минутқа атлюшкеге қойып алу керек. Міне біздер атлюшкеге қойдықта, оны бірде теңге бөлдік, екіге бөлдік, яғни біреуін мен алып тастадым да, екіншісіне 2 қасық какао салып, жақсылап араластырып алам. Осындай біздер торттың қоржықтарын жасаймыз. Жартысы, яғни шоколадный болады, жартысы ақ болады. Ал енді осы ақ және шоколадный коржықтарымызды, яғни тестімізді тағы да 2-ге бөлеміз. Сонда біздерде 4 коржық шығу керек. 2 шоколадный, 2 ақ. Ендігі кезекте ұнға немесе мен сияқты пергамент қағазына домалақ тесто елейміз. Мен осылай елеп алдым. Диаметрі менде тортымның 20 сантиметр. Және де бұны түзету үшін тарелканың көмегімен жанындағы артық қамырларды қиып аламыз. Ол қамырларды соңынан бізге керек болады. Сондықтан алып қоясыздар. Коржықтарды пісіріп алғаннан кейін бұларды пісіріп аламыз, яғни. Ол бізге украшение ретінде керек болады соңыра. Міне екіншісінде осылай жасадым.
төртеуін де осылай дайындап қоям. Сосын 180 градус қызып тұрған пеште 10 минуттай пісіріп алам. Коржықтар тез піседі, пешіңізден алыс кетпеңіз. Достар, міне біздерде күшті воздушный керемет 2 ақ, 2 шоколадный коржығымыз дайын. Ендігі кезекте креміміз. Достар, мен басында айтып кету керек едім, негізі крем үшін мен манканы қолдандым. Ол үшін жай ғана сүтке манканы пісіріп алам да, әбден салқындағанша суытып қоям. Сосын мына салқын болып тұрған міне манканы май мен қант қосу арқылы жақсылап миксерлеп воздушный крем жасаймын. Қанша қант, қанша май қосылғаны, қанша манка пісірген барлығын толықтай описаниеда жазып кетем. Мұқият қарап алуларыңызға болады. Міне салқын болып тұрған манкаға майды, қантты екеуін по очереди салып, жақсылап тұрып миксерлеп, воздушный күшті крем пайда болады. Прям жеп жеңіл, сондай үлпілдеп. Мына жерде, может, видеода қазір сізге дұрыс көрінбей тұрған болар, бірақ өте сондай пышный крем менде пайда болды. Менде өте тәтті, сондай воздушный крем пайда болды. Егер де қатты, сладкий, тәтті жақсы көрмесеңіз, онда қантын аз салуға болады. Дайын болған кремнің үстіне мен бір апельсиннің тек қана қабығын терктен өткізіп салдым. Егер де қаласаңыз, сіз целый осы апельсинді салуыңызға болады. Ал егер сізде цитрустан аллергия или тағы жасамасаңыз, например, цитрусты жақсы көрмесеңіз, онда жай ғана осы кремнің үстіне ванилин қосып, просто араластырып қоюға болады, болды. Олай да болады. Достар, міне менде кремім дайын болды. Енді торттың сборкасына кірісеміз. Ол үшін ең бірінші ақ коржықтан бастаймыз. Ақ, қара, яғни солай по очереди жағып шығамыз кремімізді. Достар, біз міне 3 коржыққа жақтық. 4-ші мына қара коржығымызға жақпаймыз. Оған шоколадный ганаш дайындаймыз. Ал енді қалып қойған кремді жақсылап, осылай жандарын бәріне жақсылап жағып шығамыз тегістей. Достар, енді мана мен сіздерге артық қалып қойған тестіні соңынан пісіріп аламыз деп айттым ғой. Мен міне шоколадныйды да ақ тестіні да қосып пісіріп алдым. Енді бұны оқтаумен жақсылап езіп, крошкалар дайындаймыз. Бұл крошкалар мына торттың жанына кетеді. Жанында ақ кремді жауып тұрады.
Міне кружкаларды осылай украшение ретінде пайдаланамыз. Осылай жан-жағын бәріне жағып шығамыз. Достар, міне қараңыздаршы, менде сондай керемет үлкен, пышный, биік торт пайда болды. Енді бетіндегі ганашты жасаймыз. Ол үшін какаоны, қантты, сүтті үшеуін араластырып, газге қойып, қайнатып, үстіне май салып, шоколадный ганаш жасадым. Оны енді торттың бетіне жағамыз суығаннан кейін. Міне достар, мен тортым почти дайын. Осылай міне жасап шығамыз. Өте қарапайым бюджетті торт. Менің бала кезімдегі хит торт. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.